нан қиқымын шашпа. Бірде Ыбырайым пайғамбар Құдайға: «Уа жаратушы ием, өзімді бай еттің, 4 түлігімді сай еттің. Алмақтың да салмағы бар деген. Мыңғырған малдың сұрауы қиын бола ма деп қорқамын. Артығын қайтып ал, мен азға қанағат қылайын» дейді. Тәңірі оған: «Ей Ыбырайым, берекем қашып, малым сарқылсын десең, бұдан былай нанды отырып емес, аттың үстінде же. Нанның қиқымы шашылып, жерге түссін. Нан рәсуа болса, берекең кетеді. Мен ырысты нанның қиқымына жасырғам. Сен аш жегенде, бір түйірін де жерге түсірмей, етегіңе салып жинап аласың. Сондықтан береке дарып, саған дәулет тез бітті» дейді. Нан қиқымын теріп же, бай боласың деген сөз Ыбырайымнан қалыпты деседі. Осы тыйымға орай ел ішінде мынандай да қызық аңыз сақталған. Ертеде ағайынды жалшы жігіттер байдың қойын бағып жүреді екен. Бай олардың еңбекақысына бір жапырақ нан мен бір кесе сүт береді екен. Бір күні ағасы нан жеп отырып, оның қиқымын жерге түсіріп алады. Ысырап болды ғой деп нанды іздей бастайды. Кеш батып, қас қарайып қалған кез екен. Ол нанның қиқымын түскен жерге таяғын қадап кетеді де, ертең жарық кезде келіп тауып алармын деп ойлайды. Ертесіне келсе, таяғы қап-қатты ауыр темірге айналып кетіпті. Оны жерден әрең дегенде суырып алады. Қараса, темір дегені алтын екен. Жігіт бір күнде байып шыға келеді. Ертесіне інісі қалай байығанын сұрайды. Ағасы болған жайтты айтып береді. Інісі де ертесіне нанды жерге шашып, қиқымы түскен жердің бәріне ағаш қадап кетеді. Таңертең келіп қараса, ағаштары алтынға емес, сом темірге айналыпты. Ниетінде кінәраты бар інісі, ақжүрек ағасы сияқты бай бола алмапты. Нанның қиқымын қадірлеу туралы ғибратты аңыздар Миғраж оқиғасында да айтылады. Мұхаммед пайғамбар Миғражға барғанда бір адамды көреді. Ол түйенің үстіне мініп алыпты. Қолында ұзын, инедей жұқа таяғы бар екен. Сонымен тау тасты шұқып, бір нәрсе іздеп жүреді. Әлсін бір құс келіп оның басынан шұқып өтеді екен. Пайғамбар Жебірейілден: «Бұл кім? Не қылған пенде?» деп сұрайды. Жебірейіл періште: «Бұл адам пәни дүниеде нанның қиқымын бей-берекет шашып жеген. Ысырап обал дегенді білмеген. Ысырапшылдығы үшін Хақ тағала ол адамға махшар алаңында жер бетінде өзі түсірген нанның қиқымын түйенің үстінде тұрып тергізді» дейді. Ал құс не үшін оның басын қайта-қайта шұқып кетеді? Ол нанның қиқымын таптап жүре беретін еді, жинауға ерінетін. Нанның обалы қара құсқа айналып, төбесінен осылай шұқып кетеді деп жауап береді. Пайғамбарымыз Миғраждан келгесін сахабаларына нанның қиқымын шашпау, теріп алып қастерлеу туралы өсиет айтқан екен. Осы өсиет бізге жетіп, қазақтар пайғамбар сүннеті деп нанды қатты құрметтейтін болыпты. Бертінге дейін қазақ арасында нанның қиқымын шашпаңдар, обал болады. Құт берекені періштелер мен хордың қыздары нанның қиқымын жасырады. Қиқымды теріп жесең бай боласың деген түсінік болған.